Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Сіздермен бүгін осындай дәмді, жұмсақ, тәп-тәтті болып шығатын бөлке дайындайтын боламыз. Видеомды ары қарай алдымен көрмес бұрын төмендегі подписаться деген батырманы басып, мені қолдай кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды. Бисмилля деп бастайық. Осы таза ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, бір ас қасық секерімізді, дрожжымызды салып араластырамыз. Осыған ас қасықпен салып отырып, кішкене сұйықтау қылып қамыр елейміз. Ұнды бірден бәрін салып жібермейміз. Осыған қамыр елеп, кішкене сұйықтау қыламыз да бетін жауып қоямыз. Осы көтерілгенше ары қарай ішіне салатын қоспамызды дайындаймыз. Ол үшін бір жұмыртқа, ерітілген сары май, секерімізді, тұзымызды араластырамыз. Секеріміз әбден еріп тұрсын. Өстіп былғаймыз. Осыған, осы жаңағы қоспамызды, майымызды, секерімізді ашып тұрған қамырымызға араластырамыз салып. Осыған аз-аздан ұн салып қамыр елейтін боламыз. Ұнды бірден бәрін салып жібермейміз, аз-аздан салып отырып, жұмсақ қылып елейтін боламыз. Қолымызбен елеген кезде қатты баспаймыз, жұмсақ қылып елейміз. Сол кезде бөлкелеріңіз өте жұмсақ болып, пышный болып шығады. Осы форманы, осы нан елейміз, форма дөңгелек қылып, осыған сұйық майымызды қосып, араластырып, тағы да қамыр елейміз. Осының бетін жауып, көтерілгенше күтетін боламыз. Көтерілгеннен кейін үстінен тағы да басып, тағы да көтерілуін күтеміз. Оған дейін бөлкеміздің үстіне қосатын дәмді ұнтақ шекерімізді дайындаймыз. Ол үшін ұн, шекерімізді араластырып, осы сармайды қолымызбен ертіп, осындай ұнтақ жасаймыз. Енді ашыған қамырымыздан дөңгелек формалар жасайтын боламыз. Мен бөлкемнің ішіне ештеңе салған жоқпын. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызбен творог, сухофрукты, вареная сгущенка салып жасасаңыздар болады, өте дәмді шығады. Жасап көріңіздер. Мен өстіп формаларымды осылай дайындап аламын да, протеинімізге салатын боламыз. Құрметті менің достарым, сіздердің әр қараған просмотрларыңыз мен үшін маңызды. Төмендегі подписаться деген батырманы басып, маған подписка жасап қойыңыздар. Алғашқы 1000 подписка жасау менің үлкен жетістігім болады. Өстіп протеинге саламыз. Осының үстіне жұмыртқамызды жағып қойып, үстіне жаңағы немізді тәтті ұнтағымызды себетін боламыз. Құрметті менің достарым, подписаться етіп қойыңыздар. Подписка өте мен үшін маңызды. Енді осының бетін жауып көтерілгенше күтетін боламыз. Осылай үлкен болып ашып көтеріледі, сосын 150-180 градусқа пешке пісіріп аламыз.
осындай болып өлкелер шықты. Өте дәмді, жұмсақ болды. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Міндетті түрде шығады деген ойдамын. Подписаться етіп, лайк басып, комментария жазыңыздар. Рахмет сіздерге. Алла разы болсын. Ас болсын.